Сәлеметсіздер, қош келдіңіздер. Сауда саттық жасап жатырмыз. Бұл лағман деген ұйғырлардың ұлттық тағамы. Жаркентке келіп лағман жемесеңіз, онда Жаркентке келдім деп айтпай қойсаңыз да болады. Бізде мына бірінші этажда киім барлығы бар, одан кейін үшінші этажда біздің пәстеліміз бар. Қазіргі таңда көптеген келушілер бұл ғимараттың әуелгі баста мешіт ретінде жұмыс жасағандығына күмәнданып жатады. Қазақстан мен Қытай шекарасында орналасқан Жаркент қаласына келдік. Қазақ жерінің табиғатына тамсанып, дүнгендермен сауда жасап, ұйғыр асханасынан дәм татамыз. Сондай-ақ бұл видеода шегесіз салынған мешітті көріп, шекаралық аймақтағы базарды аралап, шип алысуға барып қайтамыз. Жаркент жарға салынған қала, 9 жолдың торабы, Ұлы Жібек жолының бойында тұрғандықтан, ертеден сауда саттықтың орталығы саналады. Жаркент жайлы деректер сонау 10 ғасырдың жазбаларында кездеседі. Осы өңірдегі Алматы, Құлжа, Талғар сияқты көне шаһарлармен қатар дамыған. Алматы мен Жаркент арасындағы жол толықтай бетондалған, тақтайдай түп түзу шамамен 3-4 сағат уақытыңызды алады. Мұнда жетудің 3 жолы бар. Біріншіден өз көлігіңізбен келу, автобусқа билет сатып алу және такси ұстау. Біз таксимен келдік. Бұл үшін Яндекс мобильді қосымшасына кіріп, Алматы Жаркент деген бағытты таңдадық. Алғашқы 3 қалааралық сапарға 35% жеңілдік бар екен. Қазір мұнда 55 мыңға жуық адам тұрады. Қалаға кірген бойда жол жиегіндегі биік теректерге көз түсті. Алыстан жеткен бізді сап түзеп күтіп тұрғандай әсер қалдырды. Бұл жақтың халқы да дәл солай тік тұрып күтіп алды. Лағманын жеуге асықпыз. Бірақ оған дейін рухани азықтанып алғанымыз дұрыс болар деп, сапарымызды жергілікті мешітті көруден бастадық. Бар жоғы 2 ғана материалдан құрастырылған мешіттің үстіңгі қабаты ағаштан, асты толыққанды кірпіштен, бірақ та осы әрбір материалды дайындауға өте ұзақ уақыт кеткен. Мәселен, үстіңгі қабатын құрап тұрған біздегі ағаштар жергілікті Жаркент қаласының ағаштары емес. Өзіміздің көрші Кеген ауданымыз бар, сол Кеген ауданының Кетпен тауларының биік бөктерінен алынған, әкелінген қарағай ағаштары. Сол себепті де тасымалдау жұмыстары 1,5 жылға созылып кеткен. Ал ағаштарды әкелгеннен кейін кептіреді, өңдейді, арнайы қалыпқа келтіреді және білесіздер, табиғатта ағаш біркелкі өспейді. Қисық немесе бұтақтары бар деген секілді, соның барлығын бірдей ұзындықтарын, диаметр барлығын бірдей қалыпқа келтіріп, және бір сызықтың бойына орналастырған. Сол кездегі шеберлердің мықтылығы соншалықты, бірінші бағананың алдынан қарасаңыздар, тек қана бір ғана бағана тұрған секілді көрінеді. Яғни артындағы екінші бағананы көру мүмкін емес. Бұл мешіттің ерекшелігі бірде-бір шеге қағылмай, қарағайдан қиып салынғанында. Ал сәулеті тіпті бөлек. Алғаш көргенде Будда ғибадатханасы деп ойлайсың. Әсіресе иіле салынған шатыры көзге ерекше түседі. 19 ғасырдың аяғында жамағаттың жиынында қалаға жаңа мешіт керек айтылады. Көп кешікпей ақша жиналып, құрылыс басталып кетеді. Ұйымдастыру жұмыстарын көпес Уәлиахун Юлдашев өз мойнына алады. Бас сәулетші Қытайдан шақыртылады. Оған жергілікті қазақ, татар, ұйғыр шеберлері көмектеседі. Құрылыс 5 жылға созылған. 1887 жылы басталып, 1892 жылы аяқталады. Маған бір ұнағаны және қатты әсер еткен нәрсе бәрі түпнұсқа. Бізге келе жатқан тас бар ғой жолдағы. Соның өзі ана бір жерде түпнұсқасы сақталған екен және оны қазіргі замандағы брусчаткамен ажырату мүмкін емес. Екеуі бірдей. Сапа жағынан анау енді 2 ғасырға жуық уақыт болса да әлі өзінің түрі сипатын жоғалтпаған ғой, әдемі болып тұр. Бәрі ағаштан жасалған ғой. Осының бәріне құрт құмырсқа үймелемейді. Неге? Бірінші болжамға сәйкес тұзды суға ағаштар салынған, екінші нұсқасына сәйкес мынау қара ағашқа жылқының нәжісін жаққан. Ағаштарды құрастырған кезде ешқандай темір шеге қолданыста болмаған. Бұлардың құрастырылуына мән берсеңіздер. 2-3 қабат ағаштар бір-бірімен үйлесіп жасалған, бұл жайдан жай әдемілік үшін емес, бұл даугун деп аталатын Қытайдың арнайы осындай құрылыста қолданылатын стилі. Ол мына үстіндегі ауыр шатырды көтеріп тұру үшін. Мына жағының жоғары қарай өрмелеп тұруы, бұл фейян деп аталады. Қытайдардың архитектурасында көбірек қолданылатын стильдердің бірі, қазақ тіліне аударған кезде ұшпалы қанаттар. Құстың қанаты секілді, ал бұның философиялық мағынасын айтатын болсам, кәдімгі кез келген адам. Рухани жағынан біз биіктікке ұмтыламыз. Адам жоғары қарай ұмтылсын деген мақсатта қойылған. Жаңбыр түскен кезде арнайы өзі бір шеттен ғана түседі, жаңбырдың суы жаған жаққа таралмайды. Бір шеттен арнайы жерге түседі дағанай. Екіншіден, байқасаңыздар, шатыр мен ғимараттың қабырғасы бір-бірінен әлде қайда алшақ орналасқан. Оның өзі бекерден бекер емес, жаңбыр суы жерге түскен кезде ылғал ғимаратқа таралмау үшін жасалған. Енді бұл мешіт
мешіт ретінде көп жыл жұмыс істемеген. Кеңес үкіметі орнап, бұл мешітті басқа да бір қажеттіліктерге пайдаланған. Әскери казарма болған, одан кейін бір мәдениет үйі болған, кейін атқорау да болған деседі. Әйтеуір 78 жылы Дінмұхамед Қонаев атамыздың араласуымен, сол кісінің ықпалының арқасында зерттеулер жүріп, мешіт қайтадан жаңа статус алып, музей ретінде жұмыс бастаған екен. Мешітіміздің ішкі нұсқасы сырт жақтан бірден біліне бермейтіндей қос қабаттан құрастырылған. Бұл ислам дінінің ережесі бойынша әйел кісілер мен ер кісілер намаз оқылғанда орталарында қандай да бір кедергі болу керек. Мейлі ол тым болмаса перде болса да бола береді. Сол кедергіні келтіру үшін, жасау үшін осы екінші қабатты қолданылған екен. Яғни үстіңгі қабатында әйел кісілер, астыңғы қабатында сәйкесінше ер адамдар, жалпы көлемі бір уақытта 1500-1600 адамға дейін намаз оқуға мүмкіншілік алған. Қазіргі таңда көптеген келушілер бұл ғимараттың әуелгі баста мешіт ретінде жұмыс жасағандығына күмәнданып жатады. Бұндай стильдегі мешіт болу мүмкін емес. Бұл храм болған шығар, сіздер оны кейіннен мешітке айналдырып жіберген шығарсыздар деген секілді. Ал осыған келтіретін біздің ең үлкен дәлелдеріміздің бірі араб жазулары. Жалпы тек қана мешітке ғана тән болатын детальдар біздің ғимараттың ішінде өте көп. Солардың бірі араб жазуы, михраб бұрышы. Бұның барлығы сол мешіттің әуелгі баста мешіт ретінде жұмыс істегендің ең үлкен айғақтарының бірі. Сосын маған ең қатты ұнағаны мешіттегі акустика. 2025-2026 жылы архитектура дамыған заманда тойханаларға барасың, қасындағы адамның сөзін естімейсің. Тойға барған кезде тек қана музыка естисің, оның өзі құлағыңда өтшеді, барлығы жаңғырық болып өзіңе қайтады. Ал бұл жерде дыбыс ап-айқын, яғни адамдар бір-бірін өте анық естиді. Себебі кезінде мынадай технология болған, әр бағанның төменгі жағында мынадай саңылау бар. Қызық. Төр жағымызда бізде мешітіміздегі ең құнды деген жәдігеріміздің бірі сақталып тұр. Ол мінбер. Мінбер деп жатамыз. Бірде-бір ағашы сынбай, бүлінбей, дәл өзінің қалпында сақталып келе жатыр. Және де мына үстіңгі жанындағы тақтайшаға мән берсеңіздер, бұл тақтайша жай ғана мына мінберге асқақтық рух қана бермейді. Бұл кейбір мамандардың айту бойынша акустика үшін жасалған деп айтылады. Яғни ол заманда микрофонның болмауына байланысты, яғни адамның дауысын ұлғайтатын құралдардың болмауына байланысты екінші қабатқа дейін имамның дауысы жету үшін қойылған деген нұсқа бар. Замана ағымына бағынбай, кез келген уақытта, кез келген мешітте, әрбір мемлекетте бар михраб бұрышы. Бұның қойылу себебінің бірі имамның жамағатты өзіне ұйытатын орны болса, екіншіден құбла бағытын анықтайтын орын. Яғни михраб қай жақта болса, құбла сол жақта деген мағынаны білдіреді. Бүгін мен үшін үлкен бір жаңалық болды. Ол тек қана ерекше архитектуралық нысан ғана емес, өзінің бір тағдыры бар, өзінің тарихы бар, кәдімгі бір тірі бір туындыға айналды. Мешітке бір жан біткендей әсерге бөленіп жатыр. Неткен жанкештілікпен, неткен махаббатпен, неткен бір құштарлықпен, шабытпен салынған мешіт. Мен бұл жерде сол кездегі қаншама жанның, қаншама ұста шебердің кәсібилігін, өз ісіне деген құштарлығын көріп тұрмын. Өйткені бұл жерде әр деталь кәдімгідей өте әсерлі, өзінің орны бар. Айта кету керек, қазіргі күні бұл мешіт ретінде емес, музей ретінде жұмыс істеп тұр. Сондықтан да жамағат келіп намаз оқымайды. Дегенмен енді менің өзімнің бір ойым, ең болмаса жылына бір рет, немесе жылына 2 рет осындай бір діни мейрамдарда жамағатқа рұқсат берсе, келіп олар намаз оқыса, олардың оқыған намазының сауабы осы мешітті салған, салдырған шеберлердің, ұсталардың есебіне жазылатын еді. Осы кезде осы мешіттің әлі күнге дейін сақталуы, сол кездегі адамдардың, сол кездегі шеберлердің өздерінің істеріне мынандай тиянақтылықпен қарауы, соның арқасында деп ойлаймын. Сондықтан оларға да бір осындай бір пайдасы термеді. Айтпақшы, мына ағашты көрдіңіздер ме? Ол осы мешіт салынған кезде егіліпті. 134 жыл өтсе де жайқалып тұр. Жаркент маңында бұдан да ұзақ жасаған әулие ағаш бар. Жасы 700 жылдан асады. Айналасы қалың тоғай. Ал енді одан әрірек жүрсек, тау ішіндегі емдік суға жетеміз. Қазір мұнда Жаркент Арасан шипажайы жұмыс істеп тұр. Теңіз деңгейінен шамамен 1100 метр биікте Бурақожыр өзенінің жағасына орналасқан. Бізде негізгі ем радонмен емдеу. Оның құрамында натрий, кальций, калий, магний, хлор, бром, карбонаты, кремниевая кислота деген тұздар мен элементтер бар. Адам ағзасына өте жақсы көмек береді. Бұл жақта ем қабылдап қана қоймай, қаланың қарбаласынан демалып,
таза ауамен тыныстап, күш қуатыңызды қалпына келтіріп қайтсаңыз да болады. Табиғаты өте әдемі. Бір келіп апталап жатар ме еді шіркін. Бірақ оған уақыт тапшы. Сондықтан қайта жолға шығайық. Алған бағытымыз шығыс. Нақтырақ айтсақ, Қазақ-Қытай шекарасы. Бұл маңда шекара сызығы Қорғас өзенінің бойымен өтеді. Бергі беті бізге тиесілі, арғы беті көршілерімізге қарайды. Қорғасқа келетін туристердің арасындағы ең танымал локация ол Қазақстан мен Қытайдың шекарасы. Қазір жазира Қазақстанда, мен Қытайдамын. Бізде сағат түскі 3, сендерде қанша? Бізде сағат түскі 12. Жалпы мына жерде қызу тіршілік, туристер өте көп. Көбінесе енді шопинг жасауға келеді ғой, сондықтан да қолдарында дәу-дәу пакеттер. Екі ел ортаға сауда-саттық жасайтын арнайы аймақ салып қойған. Сонда кіріп, Қытайлар біздің өнімді, біздің жұрт олардың өнімін арзан бағада сатып алады. Сәлеметсіздер ме, менің есімім Әлмира болады. Қытай қаласы Құлжа Нұқа ауданынан келдім. Бұл жерде мен істегеніме жарым жыл болды. Осы жерде осындай заттарды таныстырып, осындай заттарды сатам. Егер де алғыларыңыз болса, мен іздесеңіз болады. Қорғас шекаралық аймағы тек сауда жасайтын жер емес, көрші елдің мәдениетімен танысатын жақсы мүмкіндік. Қытай жағында тіпті мұражай да бар. Бірнеше күн жатып қайтамын десеңіз, қонақ үйлер де жетерлік. Сәлеметсіздер, мен атым Жұлдыз, Оскинкунг гостиницаның директоры боламын. Біз со Қытайда Қарғоста тұрамыз. Өнен кейін азанда осы Тамбожинадан өтіп, мына Инсепеске келіп істейміз. Бізде мына бірінші этажда киім барлығы бар. Өден кейін үшінші этажда біздің пәстеліміз бар. Алтыншы этажда біздің ашханамыз бар. Өнен кейін біздің қонақ үйіміз 10-шы этаждан 16-шы этажыға шейін. Бізде 200 қанша нөмір бар. Стандарт нөмір бар, люкс нөмірлер бар. Барлық қандай нөмір іздесеңіз, сондай нөмір бар. Мұнда кіру үшін шетелге шығатын паспорт қажет емес. Жеке куәлікте жарайды. Адам басына 3000 теңге төлеп, тексеруден өтіп, автобусқа отырасыз. Ал енді 7000 теңге төлесеңіз, бизнес терминал арқылы кезексіз кіресіз. Жеке машинамен де жүруге болады. Рұқсаттың құны $100. Қалай кірсеңіз де, алып шығатын заттың мөлшеріне шектеу бар. 25 килограммнан аспауы тиіс. Одан көп болса, салмағына қарай салық төлейсіз. Ал енді Қорғастағы қонақ үйімізге рум-тур жасайық. 2 адамдық стандартты бөлме, бір тәуліктік бағасы 26 000 теңге тұрады. Бұған таңғы ас кіреді, қос төсек, теледидар және ең бастысы бұл қонақ үйдің ерекшелігі терезеден ашылатын көрінісі. Ана көп қабатты үйлерді көріп тұрсаңыз, бұл Қытай. Яғни сіз осы бөлмеде демала отырып, мына терезеден Қытайды көре аласыз, ар жақтағы терезеден Қазақстанды тамашалай алуға мүмкіндігіңіз бар. Бұл Қорғастың шекаралық аймағы. Ал анау қоңыр үйлер бұл кәдімгі Қорғас қаласы. Ол жерде 100 000 адам тұрады екен. Мында қазақ асханасы бар, Қытай асханасы бар, орыстың тамақтарын жасай береміз. Әдетте қонақтарымыз келгеннен кейін бір күн, 2 күн басқа ұлттың тамақтарын жеп болғаннан кейін өзіміздің тамақтарды сағынады. Сонда жаңағыдай бесбармақ, қазан кебаб, қуырдақ дегендей, палау дегендей сондай тамақтарды іздей бастайды. Міндетті түрде таңғы асқа біз бауырсақ береміз. Француздар өзінің круассан деген булочкасымен жеңсе, біз қазақтар болғаннан кейін немен адамдарды өзіме жақындатып қаратып алам деп бауырсақ бастап пісірдік. Мына енді Қытай жақтың салаттары келгеннен кейін әртүрлі дәмді татып көрсін деп бізге арналған оншалықты ашты емес, оншалықты қосатын дәрмектерін азайтып жасалған салаттар. Сәлеметсіздер, қош келдіңіздер. Мен атым Шәрбат болады. Біз МСПСте біз Xiaomi фирманың тауарларын сатамыз. Бізде мынандай моющий пылесостар, сухой пылесостар болады. Мынандай робот пылесостар бізден көп болады. Қазір ең жақсы өтіп жатқан өніміміз осы атмай. Бұл алғы жас ұлғайған ағайлар, апайларға мұндай сүйектері ауырған, ол соң әдетте көп жүгіріп, көп жүретін кісілердің тізелері, мына бір еттері сәл ауырады ғой, соларға істетеді. Қазақстанның ақшасымен теңгемен 6230 теңге болады. Сауда саттық жасап жатырмыз. Жазға мынадай аяқ киім алдым. Жақсы сауда болды. Сосын аяғымдағы кроссовки. Қараңыздар. Бұның бағасы 13 000 теңге. Қорғаста аяқ киімнің таңдауы мол екен, жаздық болсын, күздік болсын, балалардың аяқ киім болсын, түр-түрі бар. Алматының бағасымен салыстырсақ, аяқ киім алған өте тиімді. Мысалы, басқа жана техника, анау-мынау біздің қаламен ұқсас келуі мүмкін. Дұрыстап араламасаң,
керісінше тура жаңағы Алматыдағыдай бағаға түсіп қалуы мүмкін. Бірақ аяқ киім өте тиімді. 2 есе 3 есе арзан табылып қалуы бек мүмкін. Қорғасты әбден араладық. Шын айтқан кезде мен жалпы базар, сауда жасау деген нәрселерді көп ұната бермеймін. Сол себептен маған бұл Қорғастың базарынан гөрі мәдени іс-шаралар, тамағы, мұражайы әлдеқайда ұнады. Негізі әйел адамдарға қатты ұнайтын жер. Жоспарлы түрде келсе, өте жақсы шопинг жасауға болады. Және оған 1 сағат жетпейді екен. Бір күн араласаң ғана бір ақша жағынан ұтасың деп ойлаймын. Сауданың қызығына кіріп базарды жауып шықтық. Тіпті тамақтануға да уақыт таппадық. Сондықтан Жаркентке барып ұйғырлардың ұлттық асы лағманнан дәм татайық. Бұл лағман деген ұйғырлардың ұлттық тағамы. Атасына міндетті түрде әр отбасы үйінде жасайды. Егер сіз Жаркентке келіп лағман жемесеңіз, онда Жаркентке келдім деп айтпай қойсаңыз да болады. Жалпы лағманның түрі көп. Аспаздың талғамы мен шеберлігіне қарай сан алуан етіп жасауға болады. Ал біздің білетіміз гуйру мен суйру ғана. Енді мен үшін лағман осы ең бір күрделі тамақтардың бірі. Жасалуы қиын, ұзақ уақытты алады. Әсіресе мынау саусақтарың ауырып кетеді. Бірақ бұл жақта бұл ең оңай тамақ болып саналады екен. Сонысымен мені таң қалдырып жатыр. Бізде отбасыларда келіндер техникасын әбден жасалып біліп алған. Содан олар үшін жасау оңай болып тұр да. Мен мысалға біздің үйде қыз бала жоқ, біз 3 жыл өскенбіз. Үлкені ағам болады, 2-шісі інім. Содан ортасында маған нетіп қалған сол. Содан бізде үйреніп, ол болсақ та осы тамақтарды шығарып жүргенбіз. Гуйру лағман байқадыңыздар ма? Еті де мынандай қосымша көкөністерде өте ірі етіп туралған. Суйру лағман да ұсақ етіп туралған. Негізінде мен суйру тапсырыс берген, жай гуйру тапсырыс берген. Солайыншы ба? Сен суйру жейсің ба? Қайсын жейсің? Білмеймін, қайсы ең дәмді? Қараңыз, негізі екеуі де дәмді, көз алдымызда дайындады ғой. Егер Жарайды, жей берейін. Жарайды. Лағманның қамырын балдар тартып пісіреді и бөлек ар жағында сайын қуырады. Классический лағман деп қоямыз міне. Домашнийға мынау жүреді. Өзінің нелерімен, жеке туралған сәйлерімен. Гуйру, суйру, нарезкаларын осында дайындап қояды. Мысалға үйде жасайтын болса, оның басынан аяғына дейін кететін уақыты 2 сағат. Асханада болса, ол біз мысалға 5 минуттың ішінде дайындаймыз. Кейде қонақтар ұзақ күтіп қалады, жарты сағаттай. Оның себебі ұзақ дайындағаннан емес, заказ көп болғаннан да бізде асханада. Және міне әткен шай, мынау менің қолым қараңыздар, қандай үлкен кесе. Бетінде кәдімгідей қаймағы тұр. Қандай күшті. Сіміріп алғым келеді ғой. Өте андай қуатты шай. Олар мұндай нанмен бірге нанды ішіне салып тұрып ішеді екен. Былай шыққан кезде сонда дайын тамақ қой. Қосымша кәдімгі саған қуат беретін тамақ. Қаймағы. Міне мысалы нанды үзіп алдым. Мысалы, осылай батырамын да шайын іше беремін. Мына қаймағы кәдімгідей көп екен. Негізі осы әткен шайдың кесесін көргенде ойлайсың, мына кеседен мен қалай таусам деп, көп қой деп. Бірақ бұл шайды ішсеңіз, бір ішкеннен түбіне дейін сіміріп тастауыңыз да мүмкін. Өте дәмді. Лағманға тойып алдық. Енді ас қортайық. Ол үшін қаладан 30 шақырым жердегі Қойбұн асуына барамыз. Марсқа ұқсайтын бұл жер Алтын Емелдегі Ақтау жоталарының жалғасы. Жаркент пен Сарыөзек арасындағы тас жолдың бойында. Жеңіл көлікте еркін жетеді. Тек жаяу аралағанда абай болыңыз, өйткені топырағы борпылдақ. Асты кез келген уақытта опырылып түсуі ықтимал. Біз осындағы ең биік төбеге шыққымыз келеді. Көзге жақын көрінгенімен оған апарар жол оңай болмай шықты. Таудың басына шығатын жолды таба алмай келе жатырмыз. Бұлай жүрсең алдынан бір тас шығады. Бұлай жүрсең бір құз шығады. Қазір осымен жүрсек басына жететін сияқтымыз. Мына жер қауіпті көрдіңіз бе? Опырып түскен. Ана жер тіптен шұңқыр. Биіктен айналаның бәрі көрінеді. Төменнен қарағанда көзге түсе бермейтін жыралар мен қатпарлар осы жерден анық байқалады. Өзімізді басқа ғаламшарда жүргендей сезіндік. Табиғат салған осы бір туындыға қарап тұрып, кезекті видео блогымызды аяқтаймыз. Жаркент бізге естен кетпес әсер сыйлады. Енді шекарадан өтіп, Қытайдың Хубэй аймағын араласақ дейміз.
одан кейін Қызылорда өңірін көріп қайту жоспарда бар. Арнамызға жазылып, лүпіл басып, видео таратуды ұмытпаңыздар.